Енді әйел адам көңіл күйден тұрады ғой. Көңіл күйі жақсы болса, үйдегі атмосфера жақсы болады деген сияқты. Оны бұрап отыратын, оны ретке келтіріп отыратын ол ер адам. Бірде жаңағы Айша анамызға пайғамбарымыз былай деп айтқан екен да: Айша, мен Алланың атымен ант етемін, сенің көңіл күйің қашан жақсы екенін және қашан маған ренжіп тұрғаныңды білемін деген екен. Сонда Айша анамыз ол қалай болды деген да. Сонда пайғамбарымыз: егер де сен көңіл күйің жақсы болған болса, яғни настроениең болған болса, онда Мұхаммедтің Раббысына серт деп айтасың дейді. Ал егер де маған ренжулі болсаң, Ибрахимнің Раббысына серт деп айтасың деген екен да. Сонда Айша анамыз жаңа күліп, әлбетте ол солай деп айтқан екен. Яғни әйел адамның көзқарасынан, сөзінен оның көңіл күйін білу, бұл ер адамның тарапынан бір қырағылық деп айтсақ болады. Енді қаншама жыл отасып өмір сүріп жатса да, бір-бірін танымайтын жұптар бар, өкінішке орай. Арада бала бар, сол үшін бір-бірін жаңағы қимайды деген сияқты. Балаларды қимайды, солай жүрген адамдар бар. Енді бұл